Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен осындай жұмсақ әрі дәмді болып шығатын пияз нанның рецептісімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керекті заттардың барлығын описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ең алдымен біз бір қасық дрожжымызды ұнымызға араластырып аламыз. Жылы суымызды құйып, жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымыздың бетін жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Содан кейін пиязымызды тура бір ыдысқа салып аламыз. Мен осындай жусай пайдаландым. 5 минуттан кейін қамырымызды осылай арасында бір илеп алсаңыз, қамырымыз жұмсақ әрі тегіс болып шығатын болады. Пиязымыз бен жусайымызды араластырып, үстіне тұзымызды сеуіп дайындап қоямыз. Қамырымызды теңдей етіп екі бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін қойып қоямыз, екінші бөлігімен жұмыс жасаймыз. Қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Содан кейін қамырдың үстіне мен ертілген сармай мен сұйық майымызды араластырып жағып шықтым. Енді жайылған қамырымызды тағы да екі бөлікке бөліп аламыз. Үстіне өзіміз турап қойған пиязымызды орналастырып шығамыз. Енді нан пісіретін духовкамыздың табағын әкеліп, үстіне пергамент қағазымызды жайып, нанымызды орналастырып шығамыз. Бетіне жұмыртқа жағамыз. 220 градуста 25-30 минутта пісіп шығады. Міне қараңыздаршы, менің нандарым жұмсақ, қып-қызыл болып, әдемі болып пісіп шықты. Барлығы түгел ыстықтай желініп кетеді. Міне, менде дәл осы рецептпен 4 нан пісіп шықты. Тек видеоға осы 2 наным ғана қалды. Сіздер де жасап көріңіздер, сау болыңыздар.